Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздердің кеше комментарияларыңызды оқып, көпшіліктеріңіз влог түсір деп айттыңыздар. Сол үшін мен бүгін 12-де тұрып, таңертең тұрып деп айтпай-ақ қояйын. 12-де тұрып, осы влогымды бастайын деп шештім. Ал енді бүгін менің демалысымның соңғы күні. Біз қазір отбасымызбен Құдаларға барамыз. Және де содан кейін мен өзімнің универіме жинала бастаймын. Бірақ соны түсірем ба, түсірмеймін ба білмей тұрмын. Пока что ондай аса қатты жиналу болады деп айта алмаймын. Жай ғана қарапайым дәптер соларымды жинаймын. Мен қазір чайымды ішіп, содан кейін біз мама екеуміз Құдаларға шығатын боламыз. Айтпақтай, мен кеше видео түсіргеннен кейін осындай челпектерді пісірдім. Өзі бірінші рет мен челпек пісірген болатын. Бұл турецкий челпек, баслама ғой деймін аты. Сол сіздермен бөліскім келді. Өйткені мен челпек пісіріп көрмегенмін оның алдында. Қазір боянып шығатын боламыз. Мен қазір боянып отырып, осылай ойладым. Мен дейверіп көп ойланатыным, ол менің таза қазақша сөйлеуге тырысатыным. Ал мен шығыс жақта тұрғаннан кейін бізде көбінесе орысша мен қазақша араластырып сөйлейді. Сол үшін мен қатты де қала берем. Көбінесе орысша сөз қоспаған кезде, өйткені мен миымда ойланып қаламын, оның аудармасы қалай еді осы сөздің деп. Сол үшін кешірім сұраймын сіздерден орысша сөз қосып сөйлегеніме. Қазір машина келді, бізді алып кетеді. Осы влогтан кейін мен тағы да жоғалып кететін сияқтымын. Өйткені қазір менде сабақ басталады. Біз әлі оқып көрмедік олай. Бірінші курс болғаннан кейін бізде қашықтықта ғана болды. Ал қазір осылай оқитын болдық. Енді білмеймін, шығалам ба. Олар ненен келдім. Жаңа біз магазинге кіріп, мен торт жасайын деп шештім. Соған продукты алдық. Қазір торт жасайтын боламын. Міне осындай қарапайым заттармен қазір біз торт жасайтын боламыз. Бұл мысалы ауылынан алып келген жұмыртқалар. Менің папам бер жерген болатын. Бал, ұржардығы менің жерлесім. Қалғандары магазиннің заттары, бірақ үйде таба аласыздар. Крахмал, желатин, мына жерде ванилин, сүт және де сүзбе, творог, сүзбе деп аталады ғой деймін. Осы заттармен қазір диетический торт жасаймыз. Өйткені мен отбасымда енді диетада отырған адамдар бар, солар бір дәмін көрсін деп осындай торт жасағалы жатырмын. Енді өзім видео түсірмейтін шығармын осының бәрін жасағанымды, өйткені менде рецепт блогы емес. Сол үшін результатын содан кейін көрсетем, жасап болғаннан кейін. Рахмет. Айтуды ұмытып кетіппін. Егер сіздерге қызықты болса, осы рецепт ұнаған болса, онда мен ссылка тастап кетейін. Мен ютубтан көрген болатым өзім рецепті. Сол ссылкасын тастап кетем и өздерін жасайтын боласыздар. Торт жасалып жатқанша сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Менің осындай влогтарым немесе рецепт жасағанымды көргілеріңіз келе ма? Көргілеріңіз келсе, онда жиі салуға тырысамын. Ал егер көргілеріңіз келмесе, онда басқа контент түсіруге тырысам сіздерге. Осылай. Торт жасап біттім. Жасалу өте оңай, бірақ
бір кемшілігі бар, сіздерде блендер болмаса жасамай ақ қойыңыздар, потому что ананың ішіне сол сүзбе қосылады ғой, творог, соны ұнтақтау үшін өте көп уақыт кетеді. Уже түн бат кетті менде, ал бұлай өте оңай жасалынады. Ал енді бұны холодильникке салып қатыр қоям, ертең жейтін боламыз. Міне осындай болып шықты. Арасында тағы да комочектар бар, енді менде дұрыс ұнтақтай алмай қалдым. Блендер болса вообще жақсы болушы еді, бірақ менде жоқ екен ол. Ал енді влогтың соңына келген шығармыз. Мен қазір біраз ауырып тұрмын, және де ертең сабақ менде, сол үшін ерте жатам. Қазір душқа түсіп, содан кейін дәптерлерімді жинап, ертең таңертең тұру керек. Сол үшін маған қазір комментарияға не ұнады, не ұнамады, соны айтып берсеңіздер жақсы болушы еді. Және де менің инстаграмыма тіркелсеңіздер, сол жақта прямойға шығып отырамын мен, прямой эфирға. Және де басқа өмірімдегі болып жатқан кездерімді де салып отырам. Сол үшін инстаграмыма да тіркеліңіздер. Тағы не деймін, бақытты болыңыздар деп айтқым келеді бәрілеріңізге. Рахмет осыны көргендеріңізге. Сау болыңыздар.